Армысыздар ағайын, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Мемлекеттен ұсынылар қызметтер қаншалықты заң аясында ұсынылып отыр. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің мамандары емдеу мекемелерінен берілер медициналық анықтамаларды ұсынуда бірқатар заңсыздықтар орын алғанын анықтаған. Осы орайда көлік жүргізуші куәлігін ұсынғанда да заңсыздықтар тіркелгені мәлім болып отыр. Бүгінгі хабарымызда осы турасында сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі Қарағанды облысы бойынша департаменті басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Әбдірахманов Ердос Жақсылықұлы. Ердос Жақсылықұлы, студиямызға қош келіпсіз, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Ердос Жақсылықұлы, міне сіз іскерлік етер департамент мемлекеттен ұсынылар қызметтің қаншалықты заң аясында ұсынылып отырғанын анықтап, бірқатар тексеріс жұмыстарын жүргізеді, мониторинг жасап отырады. Осы орайда анықтамаларды беруде заңсыздықтар тіркелген болатын. Осыған қатысты әңгімемізді бастасақ. Енді бірінші жартыжылдықта біздің департаментпен біршама тексеріс шаралары жүргізілді. Нақтырақ айтатын болса, 44 мекемеде тексеріс шараларын жүргізіп, 29 мыңнан аса бұзушылық анықтадық. Енді 2016 жылдармен салыстыратын болсақ, 2016 жылдары біз 400 мыңға дейін кемшілік анықтайтын болсақ, былтырғы жылы 120 мың кемшілік анықталса, жылдан жылға мына біздің жүргізіп отырған алдын алу шараларының нәтижесінде бұзушылықтар жылдан жылға азайып келе жатыр. Ол бізді өте қуантады. Енді қазіргі таңда бұзушылықтар соның өзінде орын алып отыр. Өзіңіз айтып өткендей, өткен апталарда бұқаралық ақпарат құралдарында мынау 086 медициналық анықтамасының жалған берілген фактілер бойынша көптеген ақпараттар таратылған болған. Сол жөнінде енді нақтырақ айтып өтетін болсақ, біздің департамент жанында бірнеше қоғамдық ұйымдардың қызметкерлері бізге келіп өздерінің көмектерін ұсынып отырады. Елбасының стратегиялық жоспарына сәйкес жарлығымен бекітілген кез келген қоғам өкілі, кез келген Қазақстан Республикасының азаматы сыбайлас жемқорлықпен күресуге құқығы бар. Онымен тек қана біздің тікелей уәкілетті орган біздің департамент қана емес, кез келген қоғамның өкілі өзінің позициясын білдіріп, сыбайлас жемқорлыққа шыдамайтындығын білдіріп, жаңағы әртүрлі жұмыстар жасауына болады. Сол біздің департаментқа хабарласты қоғамдық ұйымдардың өкілдері осы Қарағанды облысында медициналық 086 формасының анықтамасын заңсыз алуға болатын жөнінде. Біз әрине бұл мәселені бейжай қалдырмай, осы мәселені анықтауға кірістік. Бұл барысында біз әртүрлі интернет порталдағы ақпараттық сайттарды тексеруден бастадық. Тексергенде кәдімгідей мониторинг жасап қарадық. Сонда жаңа қоғамдық ұйым өкілдерімен қарап отырғанда, OLX сайтынан нақтырақ айтатын болсақ, 086 формасын жаңағы 2,5 мың теңгеге ешқандай медициналық байқаудан өтпей алуға 1-2 сағаттың ішінде мүмкіндік бар екенін байқадық. Яғни жарнамада ашықтан ашық хабарланып жүр. 2,5 мың теңге төлесеңіз 086 формасындағы анықтаманы алып беремін. Дәл солай. Жаңағы жерде телефон номері көрсетілген, жаңа қызмет ұсынушының А есімді азамат. Әрине біз ол кісімен байланыстық, мәліметтерімізді жолдадық. И сол күні кешке кездесуге шықтық. Кездесуге барып, жаңағы анықтаманы алдық, сол азаматтан, А есімді азаматтан. Енді ол мәселені біз департамент жанындағы жұмыс тобының отырысында қарап, сол жерге облыстық денсаулық басқармасының басшысы шақырылған болатын. Енді қазіргі таңда денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сәйкес, ол анықтама Қарағанды облысының емханаларынан берілмегендігі сарапталып отыр. Яғни жаңағыны үйде отырып, біреулер жасап отыр ма, оны қазір құқық қорғау органдары анықтайтын болады. Нақты бізге берілген мәлімет ол денсаулық сақтау мекемелеріне тиесілі емес ол анықтама. Бұл денсаулық сақтау басқармасы. Басқармасы сондай бізге мәлімдеме берді. Ердос Жақсылықұлы, енді қалай дегенмен оны арнайы бланкта шығарады ғой, ол анықтаманы. Ол бланктар қайдан алынған, сайып келгенде ол емханалардан ұсынылып отырған. Арнайы бланктың формасы ғана бар, бірақ ол жаңағындай бланк строгий отчетности дейміз, орысша айтқанда, ондай қағаз емес, кәдімгі сары қағаз, бірақ оның үлгісі бар. Сол үлгіден енді кез келген жаңағы интернет порталдан ол үлгіні алуға болады. Сол үлгіде жасалынып шыққан, енді ол жерде бірнеше емдеуші дәрігерлердің мөрлері бар. Енді оның бәрін жаңағы денсаулық сақтау басқармасы бізге емханаларға тиесілі еместігін
бізге алға тартып мәлімет беріп отыр арнайы ресми түрде. Бланк емханалардан алынбаған деп отыр. Енді о жердегі жаңағы мөрлері қойылған дәрігерлер іскерлік етеді ме екен жалпы? Етпейді екен. Сондай мәлімет беріп отыр. Енді жалпы анықтама өздеріне тиесілі емес екендігін ресми жариялап отырған. Сонда о жердегі мөрі қойылған дәрігерлер де жоқ, Шынтуайтқа келгенде ол бланкты ешкімнен алма, қолдан жасалған барлығы. Енді қолдан жасалғандығы туралы сараптама беретін құқық қорғау органдары. Енді бұл осы шілде айының 5 күні біз бұны жариялаған болатынбыз. Енді осы кезде біздің департаментте 6 бос лауазым орнына біз конкурс жариялаған болатынбыз. Сол конкурсқа қатысқан үміткерлердің құжаттарын қарап отыру барысында жаңағы тура біз жаңағы әшкерелеген анықтама көзімізге оттай басылды. Жаңағы мөрі бәрі бірдей, бір почеркта жазылған, даже жаңағы сиясына дейін бірдей қаламның. Сосын біз бұл анықтамаларды барлық үміткерлердің 28 үміткердің анықтамаларын жібердік. Жаңа дәлелдігін анықтау үшін. Шынымен өтті ма, емханадан өтпеді ма деп дейсіз ғой? Сонда жаңа бізге денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сәйкес 4 анықтаманың жалған екендігін бізге олар растап берді. Сонда жаңағы біз 5 күні жариялап отырған күні жаңа бір үміткеріміз сол 5 күні барып алған екен жаңағындай анықтаманы. Яғни біз бұны мен әшкерелеп бұқаралық ақпарат құралдарына айтып жатсақ та, бұлар сол анықтаманы әлі беріп отыр. Айылдарын жимай отыр. Енді біз бұл мәліметтердің бәрін құқық қорғау органдарына процессуалдық шешім қабылдау үшін жолдаған болатынбыз. Қазір мәліметтердің жаңағы құжаттардың барлығы құқық қорғау біздің Қарағанды облысының ішкі істер департаментіне жолданды. Қалай дегенмен бұл жерде жарайды жаңағы аталмыш бланктар емханадан алынбаса да, о жердегі қолдар қойылған мөрлері бар, дәрігерлерде Шынтуайтқа келгенде жоқ болса да, бәрібір оны жасаған адам бар ғой. Ол адам заң алдында жауап береді ғой. Нақты енді ол адам анықталып тұр ғой. Анықталғанда біз енді жаңағы бізде әртүрлі видеозапистар бар, жаңағы қоғамдық ұйым өкілдерінің түсірген. Енді оның барлығы жаңағы құқық қорғау органдарына жолданған. Енді айтайын, соңғы тағы да қайталап, оны жаңағы процессуалдық шешімді құқық қорғау органдары шығаратын болады. Біздің мақсатымыз жаңағы қоғамның ұйымының өкілі ретінде жаңа бірігіп жұмыс жасап, бұны заңсыздыққа әшкерелеп анықтау. Әрі қарай шешім қабылдау біздің құзырымызға жатпайды. Енді бұл жерде жаңағы бізді өте қатты толғантқаны біздің департаментқа, біздің департамент сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шараларын жұмыс жасап, мемлекеттік қызмет өткеруге жаңа бірден бір уәкілетті орган болғандықтан, біздің департаментқа үміткер ретінде қатысып отырған 4 қызметкердің, 4 болашақ мемлекеттік қызметшілердің сондай жалған анықтама алып, біздің конкурсқа қатысқаны бізді өте алаңдатты. Себебінде барлығы өздеріңіз көргендей жас мамандар, мемлекеттік қызметте ешқайсысы бұрын істеп көрмеген. Қызметтерін бастамай жатыр, қазір заңсыздыққа жол беріп жатыр. Заңсыздыққа жол берді. Енді біз ол үміткерлермен жаңағы конкурс барысында 3-еуі бас тартты қатысудан, 1-еуі қатысты конкурсқа. Енді қазір қорытындысын жариялайтын боламыз. Енді біз ойлаймыз, егер ол үміткерлер конкурстан өтіп кетіп, біз анықтамағанда жаңағы анықтаманың жалған екенін медициналық бізде жұмыс істеп жүріп, қандай тағы да заңсыздықтарға жол беру мүмкін еді. Себебінде біздің департаменттің 70% функциялары бұл бақылау шаралары. Тексерістерге барады біздің қызметкерлер, әртүрлі сыбайлас жемқорлықтың тәуекелін анықтауға қатысты мониторингтер жүргізеді. Халықтың алдына барып түсіндірме жұмыстарын жасайды. Сонда жаңағы біз оны уақытында әшкерелегенімізді басқа да мемлекеттік мекемелерге тәжірибе ретінде ұсынамыз. Себебінде бұл анықтамалар әлі де беріліп келе жатыр, жалған анықтамалар. Енді бұл дегеніміз тұрмыстық сыбайлас. Біздің қазіргі мақсатымыз осы тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, соны жою. Себебінде жаңа өзіңіз айтып өтқандай делдалдар бар дейміз, иә. Ол делдал ма нақты, немесе ол өтіріксізден жаңағы жүргізуші куәлігін жасап берем деп ақшаңызды алып қашып кетуі де мүмкін. Әртүрлі жаңағы алаяқтар да болуы мүмкін ғой. Оның бәрін нақтылап дәлелдейтін, құқықтық баға беретін бұл құқық қорғау органдары. Ал енді бұл жерде жаңағы біздің арнайы қазіргі стратегиялық бағытта көрсетілген жұмысымыз бұл тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін жою. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
086 формасындағы медициналық анықтамалар жалған берілуде. Сол сияқты жүргізуші куәлігінде заң аясынан тыс талаптарды орындамай-ақ алуға болады екен. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент мамандары осы заңсыздықтарды анықтап отыр. Бүгінгі хабарымызда осы турасында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы департамент басшысы орынбасары міндетін атқарушы Ердос Жақсылықұлы. Ердос Жақсылықұлы, сіздердің департамент арнайы емтихан тапсырмай-ақ тиісті заң талаптарын, тәртіптерін орындамай-ақ жүргізуші куәлігін алуға болатынын анықтап отыр. Көлікті тізімге қоюға қатысты да бірқатар заңсыздықтар бар деген мәлімет ұсынылды. Осыны ашып айтып берсеңіз, қандай жағдайда бұндай келеңсіздіктер тіркелуде? Енді жаңа өзім алдын ала айтып өткендей, қазір біздің қоғамның өкілдері бұрынғыдай емес, белсенді. Өздерінің позициясын ашық айта алады. Өздері әртүрлі қызметтік тексерістер жүргізіп, әртүрлі фактілерді әшкерелеп анықтап жатыр. Енді біздің бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы медиа центрдің төрағасы өткенде келіп осында брифинг өткізген болатын бұқаралық ақпарат құралдарымен. Сол кезде жаңағы өзінің жаңағы анықтаған фактілерін жариялаған болатын. Сол кезде біздің облыста жаңағы автокөлік жүргізуге алынатын куәліктің делдалдар арқылы әртүрлі бағаға алатындығына қатысты видеолар көрсетілген болатын. Оны барлық бұқаралық ақпараттардан ол көрсетілген, республикалық арналардан, порталдарға шықты, арнайы сайттарға. Енді бұл жерде тағы да құқықтық баға беріп, сол адамдардың құқық қорғау органдарындағы жаңағы РЭО-гай деп айтамыз ғой, солармен байланысы бар ма? Жаңа халыққа қызмет көрсету орталығындағы қызметкерлермен байланысы бар ма? Бұның барлығына құқықтық баға беріп анықтайтын бұл құқық қорғау органдары. Оларға арнайы материалдардың барлығы жолданды. Енді процессуалдық шешім шығаратын сол құқық қорғау органдары. Енді әрине қарапайым халық ретінде де ойлауға болады, өзінің делдалдық қызметін ұсынып тұрғаннан кейін ол өзі барып бір жерден жүргізуші куәлігін жасап алып келмейді ғой. Бұл жерде сыбайласқан дүние ғой. Байланыс болуы да мүмкін деген тұжырым болады, халық арасында. Енді бұның барын тағы да дәлелдеу керек, бұның барлығына құқықтық жаңағындай баға берілу керек, процессуалдық шешім шығару керек. Олған тағы да баға беретін біздің құқық қорғау органдары. Қазірде сонда бұл істер прокуратураға жолданды ғой. Арнайы тексеру, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Прокуратураға емес, бұл ішкі істер департаменті, сосын біздің агенттік жанындағы ұлттық бюроға, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қатысты. Осы мекемелермен қазір осы материалдарға қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ердос Жақсылықұлы, 86 формасындағы медициналық анықтамаға қатысты заңсыздық анық көрініп тұр. Сіздер тікелей осындай анықтаманы ұсынамын деген кісіні анықтап, сол кісімен жолығып анықтама алғандай әрекет жасалды ғой енді қылмысты әшкерелеу үшін. Енді осы анықтаманы ұсынып отырған делдал дейміз ба, басқа дейміз ба, ол кісіге заң аясында жаза қарастырылады ғой? Міндетті түрде, себебінде өзіңіз ойлап қарасаңыз, медициналық анықтаманы 086 формасындағы арнайы медициналық бақылаудан өткеннен кейін беріледі. Ал енді жаңағы анықтама не үшін керек дейтін болсақ, бұл жұмысқа тұруға рұқсаттама береді ғой, медициналық жағынан. Жұмысқа тұру кезінде, сосын оқу орындарына түсу сияқты бірнеше кезде сұралынатын анықтама. Енді сол анықтаманы тікелей балалармен жұмыс жасайтын мұғалімдер алатын болса, медициналық анықтамадан өтпей, ертең олар әртүрлі аурулар жұқтыруы мүмкін. Бұл енді өте өзекті мәселе негізінде. Соны қазір осы тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты тыюға біз жұмыстар жасауымыз керек. Ол үшін қазір көрермендер де көріп отыр бізді. Бұндай анықтаманы алған адамда жауапкершілікке тартылатын болады. Өйткені ол медициналық анықтамадан өтпей бұны алып отыр. Бұны беріп отырған адамда да жауапкершілікке тартылады. Сондықтан ешкімнің бұл жерде жауапкершілігі алынып тасталмайды. Сондықтан бұндай жағдайға бармауға шақырамын. Міндетті түрде медицина мекемелеріне барып, арнайы тексеруден өтіп барып, анықтаманы алған жөн деп санаймыз. Өйткені бұның бәрі заңнамамен бекітілген дүниелер, осының барлығын біз өтуге міндеттіміз. Енді бұл тұрғыда қазір денсаулық сақтау басқармасымен бұл анықтамаларды электронды түрде беру жұмыстарына қатысты шаралар жасалынып жатыр. Яғни болашақта енді ол кісілер қазір бізге өздері мерзім көрсетіп отыр. 1 айлық мерзім ішінде
сіздерді шақырып бұқаралық ақпарат ұсынып презентациясын жасамақшы. Яғни қазіргі таңда сіз анықтамадан өтіп справканы алып кетуіңіз міндетті болмайды. Яғни ақпараттық бағдарламаға кіріп, сол базаға кіріп, сол жерден өткен-өтпегендік туралы мәліметті алуға болатындай. Яғни сонда жаңағы тәуелді адами фактор тыйылады дейсіз. Яғни анықтамасын ұстап, ана дәрігерге, мына дәрігерге бір бармайды, барлығы компьютермен ақпараттар базасында. Бұл дегеніміз жаңағы делдалдардың осы тұрғыда жұмыс жасап жүрген тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері осылай жойылады деген үміттеміз. Енді жаңа жүргізуші куәлігіне келетін болсақ, мен енді сол мемлекеттік мекемеде қызмет жасап, жаңағы мемлекет көрсететін қызметтерге бақылау жүргізіп жүргеннен кейін байқағанымыз, осы қызметтердің барлығын үйде отырып, делдалсыз-ақ электрондық үкімет порталымен алуға болады. Не үшін жаңағы мекемеге барып, танысыз деп, мен сізге бірнеше рет айтқан болатын, қазір адамның менталитеті сондай, бір жерге құжат өткізсе, телефон шала танысыз дейді. Таныстамыз деп кетеді. Ол уақыттан біз құжаттық бюрократия ма, енді сол жерде қызметкерлерді мүмкін ана құжат, мына құжат деп сұратуы ма? Енді әрқилы себептер бар ғой. Ол уақыттан біз әлдеқайда өтіп кеттік. Қазір үйде отырып, жаңағы ЭЦП-ны алып, портал арқылы құжатты өткізіп, өтінішті беріп, результатын, нәтижесін портал арқылы алатын заманға, уақытқа жеттік қазір біз. Соны насихаттауымыз керек. Сіздердің бағдарламаларыңызды пайдаланып, біздің облысымыздың тұрғындарын, қонақтарын мемлекеттік қызметті электронды портал арқылы алуға шақырамын. Себебінде бұл ыңғайлы, бұл тиімді, бұл және тез. Бұл жерде ешқандай жаңағы біреуге жалынып, біреуге көрсеткен қызметіне бір ақы төлеу ондай керек емес. Бұның барлығының мерзімі бар, көзделген заңмен. Оны бақылайтын біздің орган бар, басқа да органдар бар. Сондықтан бұл жерде жаңағы мекемелердің табалдырығын тоздырып, барып, делдалдар осыны пайдаланып отыр. Халықтың өзінің жаңағы мүмкіншілігін білмейтінін пайдаланып отыр. Сондықтан қазіргі таңда біздің құқықтық сауаттылықты артуға бағытталған жұмыстар жасауымыз керек. Енді өткенде сіздердің бағдарламалардан айтылып жатты, Қарқаралы ауданының тұрғындары халыққа қызмет көрсету арқылы жаңағы жүргізуші куәлігін алғаш рет ала алмай отыр, құжат қабылдамайды деп. Осы бойынша баға беретін болсақ, мынау біздің елбасының сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған стратегиялық жоспары бар. Жарлықпен бекітілген. Сонда жаңа мен айтып өткенде айтылған. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерімен күресуге міндетті. Ал енді біз бұл ең алғаш жүргізуші куәлігін тек қана біздің облыстық сонда ғана беруге шешім қабылдаған себебіміз, біз былтырғы жылдар мониторинг жүргізгенбіз. Сонда жүргізуші куәлігін облысымыздың басқа аудан қалаларында тесттен өту кезінде өту пайызы 80-90% құрайды. Ал халыққа қызмет көрсету орталығынан арнайы облыс орталығындағы соған барып тапсыратын болса 40-45% құрайды. Яғни 2 есе төмен. Сол кезде бізде күдік пайда болды. Яғни ауылдық жаңағы қалаларда облыс орталығынан шалғай. Ол жерде тесттен өту деңгейі өте жоғары, яғни әртүрлі жағдайларда бұл мүмкін. Бұл жерден нақты біреуді кінәлай алмаймыз. Дәлелді факт жоқ, бірақ жаңағындай тәуекел бар. Себебінде біреулер демеп жүре ме деген ой туады ғой. Өйткені бейне бақылау жоқ, аудиозапись жоқ деген сияқты. Сондықтан осындай шешім қабылданған сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін төмендету мақсатында облыс орталығына беру. Бұған енді біздің халқымыздың, облыс халқы дұрыс көзбен қарау керек. Егер ол ауылда өтем деп жаңағындай әр күнге дейін көнбейтін болса, яғни ол кісі өзінің күшіне сенбейді деп сенемін. Себебінде облысқа келіп өтіп жатыр ғой қаншама адамдар. Жаңағы нақты өзінің біліміне сеніп, нақты автошколдан оқып өткен адамдар кез келген жерден қорықпай сүрініп барып емтиханнан өтіп правасын ала алады. Жаңағы жүргізу куәлігін. Сондай шешім қабылданған болатын. Қазіргі таңда бұл шешімді Ішкі істер министрлігі де қолдап, республика бойынша жұмылдырып жатыр. Қазіргі таңда бізде 4-ақ рэп қалды. Бұл жаңа Жезқазған қаласында, Балқаш қаласында, сосын Жаңарқа ауданында, келесі жаңа Теміртау қаласында. Өткенде сіздерге брифинг кезінде әкімшілік басқарманың басшысы да айтқан болатын, жылдың соңына дейін барлық рэпті соңға береміз деп. Яғни соңға берілген жағдайда бірінші рет құқығын алу жүргізу үшін
олар жаңағы облыс орталығына келіп арнайы сол жерге барып тапсырады дейсіз. Иә, ол жерде өйткені барлығы автоматты түрде. Елдос Жақсылықұлы, енді осы орайда оны бір ізгілендіріп, бір орталықта ұсынып жатсыздар, заң аясында болсын деп. Енді жүргізуші куәлігін алушы адамдарды айтып жатыр ғой, ол жерде кезек көп, күту керек, осында келгеннен бір күнде келіп тапсыра алмайсың деп. Кісі көп деп, ол мәселе қалай шешімін табады? Бірнеше жерден жаңағыдай ашылады ма? Орталықта болған күннің өзінде. Біз енді уәкілетті орган ретінде мониторинг жасаймыз. Қазіргі 6 айдың ішінде 3-000 адам өткен спецтоннан. Ол деген өте көп деп айта алмаймыз. Әрине, біз барып жаңағы залда 30 орындық болса, примерно айтатын болсақ, мысалға, соның барлығы ішінде бос орындар болады. Ол жерге тағы да айтып отырмын ғой, алдын ала портал арқылы жазылып қойып, келіп өзінің белгіленген уақытында өтіп кетуге болады. Ол жерден ешқандай біз кедергі көріп отырған жоқпыз. Себебі бұның спецтондағы барлық бизнес процестің барлығы толық автоматтандырылған, и ол жерде сыбайлас жемқорлықтың барлық тәуекелдері жойылған. Яғни ол келіп алып осында күндеп тоспай-ақ портал арқылы жазылып, өз уақытында келіп тапсырып кетуіне болады. Болады, міндетті түрде. Бұл жерде ешкім оған көмектеспейді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері түбімен жойылған. Ердос Жақсылықұлы бүгін хабарымызға қатысып, мемлекеттік қызметтерді ұсынудағы заңсыздықтарды ашып анық айтып бергеніңізге көптен көп алғысымды айтамын. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен постскриптум бағдарламасының кезекті саны тәмамдалды. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары міндетін атқарушы Әбдірахманов Ердос Жақсылықұлы. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.